Құрметті ата-аналар, Indigo электронды балабақша жүйесінде мектепке дейінгі білім беру сапасын арттыру бағдарламасы аясында сіз үшін жаңа мүмкіндік пайда болды. Енді сіз мектепке дейінгі ұйыммен келісім шартты үйден шықпай-ақ жасай аласыз. Ол үшін Indigo 24.kz порталына жеке кабинетіңізге компьютер немесе ұялы телефон арқылы кіріп, тізімнен елді мекенді таңдау керек. Мектепке дейінгі ұйымға жолдама алып, белгіленген құжаттар пакетін жинап, бағыт бойынша келісімге қол қою батырмасын басыңыз. Түймені басқаннан кейін келісім жасау процесі басталады. Сіз процесс туралы анықтамалық ақпараты бар экранды көресіз. Мұқият зерттеп, келесі батырмасын басыңыз. Екінші қадамда жалпы электронды цифрлық қолтаңбаға жолды көрсетіп, одан парольді көрсетіп, келесі батырмасын басу керек. Жүйе электронды цифрлық қолтаңбаны тексереді, өтініш берушіні анықтайды және келесі қадамды ашады. Назар аударыңыз, электронды цифрлық қолтаңба жеке кабинетке тіркелген адамға тиесілі болуы керек. Үшінші қадамда барлық қажетті деректерді тіркеу мекен-жайын, нақты тұрғылықты мекен-жайын, жұмыс орнын, лауазымын, өтініш берушінің өкілеттіктері мен байланыстарын көрсетіңіз және келесі батырмасын басу арқылы келесі қадамға өтіңіз. Қажетті мәліметтерді, жеке куәліктің түрі, нөмірі, күні, беру құқығы туралы ақпараттарды толтырыңыз. Банкті таңдап, банктік сәйкестендіру кодын, филиалдың орналасқан жерін және банктік шот нөмірін көрсетіп, келесі батырмасын басыңыз. Құжаттарды, баланың суретін, денсаулық паспортын, денсаулық жағдайы туралы анықтаманы, ПМПК қорытындысы, егер ол бар болса, жүктеңіз және келесі батырмасын басыңыз. Назар аударыңыз, жүктелген құжаттар 2 мегабайттан аспауы керек. Тіркелген құжаттар JPEG форматында болуы керек. Соңғы қадамда сіз келісім мәтіннің жобасымен танысып, бұл жобаны қажет болған жағдайда жүктеуге болады. Оны қарағаннан кейін жеке кілтке жолды және жеке электронды цифрлы қолтаңба кілтінің паролін көрсетіп, келісімге қол қоюыңыз керек. Электронды цифрлы қолтаңба кілтіне жолды көрсеткеннен кейін келісімнің мазмұнын оқығаныңызды растайтын құс белгіні қойып, келісімді жіберу батырмасын басыңыз. Жүйе енгізілген деректердің дұрыстығын тексереді. Егер бәрі дұрыс болса, электронды цифрлы қолтаңба көмегімен келісімге қол қояды және оны балабақшаға қол қоюға жібереді. Мектепке дейінгі ұйым келісімге қол қойған кезде оның статусы қол қойылған болып өзгереді. Келісімге қол қойылған сәттен бастап ол күшіне енеді және тіркелу аяқталды деп саналады. Балабақшалар жұмысының айқындығы мен ашықтығын қамтамасыз етуге белсенді қатысыңыз.